Жатақханада бірге тұратын Гүлжан құрбым екеуміз қалың ұйқыда жатқан еді. Бірге тұратын үшінші қыз сол күн әпкесінің үйіне қонуға кеткен. Кенет түн ортасы ауғанда шаңқылдаған азан-қазан дауыстан шошып ояндым. Жан-жағыма қарасам, сары шашты әйел Гүлжан құрбымның төсегіне мініп алып, құрбымды шашынан жұлқылап жатыр. Сары шашты әйелдің тек денесін анық көрдім, белінен арғы бөлігі жоқ, шолтаңдаған бір пәле. Құрбым ұйқылы ояу, не өңі, не түсі екенін ажырата алмай өз-өзінен азаптанып жатыр екен. Батылдық қайдан келгенін қайдам, орнымнан ұшып тұрып, сары шашты пәлекетті жалбыр шашынан мықтап ұстадым да, бөлме есігін ашып, ары қарай бар пәрменімен лақтырдым. Шолтаңдаған дене шойнаң ете қалды. Сөйтіп орныма келіп жаттым да, сол сәт балбырап ұйықтап кетіппін. Сол кезде құрбым екеуміздің көргеніміз не нәрсе? Маған батылдық қайдан келе қалды? Өмірде біз түсінбейтін тіршілік иелері расымен бар болғаны ма? Тас түнек қараңғыда көрінген пәленің шашы сары екенін құрбым екеуміз қалай көрдік? Осындай сан сұраққа әлі де жауап таппай келеміз.